Қандай жағдай болмасын, кімде-кім бір нәрсені жоғалтқысы келмейді. Ол үміт. Үміті өшкен жанның тірелер жері тығырық. Шешімі жоқ жазымыш жазуы пендені жұбатады, жылатады. Амал жоқ, көп сұрақтың жауабын әлсіз жүрек таңғажайып тылсымнан іздейтіні сондықтан. Бұл бұрын соңды айтылмаған ақиқат. Таңғажайып қасиетімен талайды таңдандырып келеді ол. Оған көріпкелдік ерте қонған. Тылсым күшке елік еткен ерекше жанның есімі халықаралық көріпкелдердің телевизиялық жобасында мәшһүр болғанында рас. Оның есімі Заман. Причина? Как будто бы винит в чем-то, как будто бы вот вы не уберегли его. Все, кто в вашей семье, как будто в черном тумане. Была потеря близких сразу, как будто было сразу 2 человека ушло. Сначала мужчину как будто убили, потом его сюда притащили. А здесь женщину уже убивали, она прям в крови, прям как будто в луже. Мен өзім танымал болғанның арқасында сол битваға мені өздері шақырды. Өйткені ол Украинада болған битва, ол халықаралық битва болды. Содан әрбір халықтың, әрбір жер шарындағы ең мықты осындай көріпкелер жинайтын. Заман Спатаев 1991 жылы 1 қаңтарда Алматы қаласында туған. Мамандығы қаржыгер, 8 жылдан бері көріпкелдікпен айналысады. 24 жасар жігіт жай адамдарға ұқсамайды. Өткенді сезет, болашақты білет. Оның артықшылығы да осында. Біраз матрица ұқсайды да, бірақ енді нақты сіз сияқты көріп тұрған жоқпын әрине бұл информацияны. Кейбірде картинка ретінде келеді, немесе кейбірде жай ғана осы нәрсені білетін сияқты, жай миға келеді да информация. Сондықтан болса керек, кісі қарасы үзілмейді. Бәрі де беймәлім өмірдің белгісіз тұстарын білуге құштар. Бұл айтады, шайтандар бір нәрсе айтады, осындай білуге болмайды. Мен ойымша, мысалға әрине адамдарға бәріне осында не болатыны, болашақты қарау онда оның қажет жоқ. Мысалға кейбірде айтамын адамдарға, оны не үшін қалайсыз? Заманның қабылдау бөлмесінде тағы да көмекке мұқтаж жандар. Олар жоқ іздей келіпті. Тіріма өзі, өліма өзі. Әр қарай көретіндеріңіз, Кейуана кімді іздеп жүр? Оңай жас емес мағанда, бүгін ертең мен де жүріп кететін шығарым, мен осы бір көріп қалайын. Солай деп отыр. Көріпкел көмектесе ала ма? Аздан соң ақиқатын анықтаймыз. Соңғы жылдары Тұраповтар шаңырағы көңілсіздікпен күн кешуде. Татулығы жарасқан жанұяның салтанатты сәтін ауыр мұң айырбастап алғандай. Мұңданбай қайтсын. Үйдің үлкені Мараттың із-түзсіз жоғалғанына биыл 11 жыл. Мазасыз күндердің себебі де, сыры да осы. Не дейді? Көзің жетпегеннен кейін ештеңе дей алмайсың бала. Ештеңе айта алмайсың. Жындық іші түсіңе кірсе, ертең келетіндей болып тұрады. Түсіңе кірмесе, өлді. Лақтырып жіберді ғой дейсің. Басқа не дейсің балам ол? Түк жоқ. Марат Қырқымбайұлы Тұрапов 1961 жылы Жамбыл облысы Мерке ауданында туған. 8 баланың үлкені, мамандығы инженер. 2004 жылы Қарағандыға кетіп, үштігейлі жоғалған. 8 құрсақ көтерген ана үшін әр баланың орны бір төбе. Томаға тұйық тұңғышының неліктен тасбауыр болып кеткенін анасы түсіне алар емес. Себебін іздеген сайын сағынат, сағынған сайын себебін білгісі келеді Кейуана. Сағындым, қатты сағындым. Ең болмаса көңілімді қалдырып, жағыласып, бір ауыз жаман сөйлесе айтар едім. Осындай мінезі бар еді сорлының деп. Өзі өңшең піләлшақ еді. Мынау ең баллан өркенім демейтін. Не айтса мақұл деп бепіліктеп тұратын. Отбасы мүшелері дастархан басында. Тағы да көңілсіздік. Әкенің орнын басар асыл ағаның жоқтығы білінеді. Сағынышпен өткен 11 жыл. Осы жерде отырса, бір дастарханда әңгіме айтсақ та, шай ішсек те жарасатын еді ғой. Тек қырылып жүрген адам болса да, төбелесіп жүрген адам болса жанды. Амал не енді? Сағынамыз, конечно. Ордамызда жүрсе, дұрыс болар еді.
Әрі қарай көретіндеріңіз, жоқ іздеген жандар көріпкелден көмек сұрамақшы. Тірі ма өзі, өлі ма өзі? Сонда айтыла ма? Нәтижесі не болар екен? Арнамыздан алыстамаңыздар. Жоғалған жаннан қалған естелік осылар. Жалғыз сурет пен туу туралы куәлік. Ал қалған заттардың барлығын ол өзімен бірге ала кетіпті. Мені көрсең, білсең, бірақ ең болмаса бір көрініп кетші. Бір көрінсең болды маған. Енді өзімде жасым келді, 74-ке келдім. Оңай жас емес мағанда. Бүгін ертең мен де жүріп кететін шығарым, ең болса бір көріп қалайын. Солай деп отырмын. Үйдің кенжесі Ғабит қолы босай қалса ғаламторда ақтарады. Баяғы тәтті үміт қой. Ағасынан қуанышты хабар келетіндей елеңдейді. Үмітсіз шайтан. Әлде болса да іздеудің үстіндеміз. Үміттенеміз әлде болса да. Енді мына бір соңғы менің бір хабарды қарап қалдым, көзім шалып. Бір өте бір жақсы көріпкел, экстрасенс дейміз ба. Мен соны байқадым. Оның аты Заман деген бір жігіт, қазақ жігіт екен. Мүмкін осы Заман соңғы үмітімізді жалғастыратын, бізге бір үміт беретін бір жақсылыққа сол осы адам бола ма деп. Құзырлы мекемелерден күдер үзген жандар белгілі экстрасенс Заман Сыпатаевқа жүгінбекші. 11 жыл хабарсыз кеткен Мараттың өмірі көріпкелге көрінер ме екен? Сенім мен үміт, күдік пен дәйек тартысы алда ендеше. Анасы мен баласы көріпкелге болған жайды баяндап берді. Бұл бала әйел алып үйден шығып кеткен. Содан кейін іздей алмай қалдық. Шалым өлді, қызым өлді, жағдай ортасынан көп болып кетті да. Бәріне барып жатырмыз. Содан тағы арманда болып, осы сізге бір келейік деп келдік қарағым. Экстрасенс әр сөзді байыппен тыңдайды. Ол терең ойда. Әрі қарай көретіндеріңіз, із-түзсіз жоғалған Марат тірі ме? Өлі тіресін білуге бола ма? Тірі ме? Көріпкел нені жасырады? Арнамыздан алыстамаңыздар. Заман алдымен балауыз шамды тұтандырды. Бұл жоғалған жанның биоэнергетикасын анықтауға мүмкіндік беретін көрінеді. Таро картасын араластыра бастады. Асығатын түрі жоқ. Экстрасенс Заманның өзге көріпкелдерден ерекшелігі сол оқиғаның себебін анықтауға тырысады. Жоғалған жанның қазіргі жағдайы екінші мәселе. Сонымен көріпкел Мараттың қандай ақиқатын анықтар екен? Суретін берсеңіз онда. Мілкесі. Анау метркесі. Соның метркесі қалған. Үйде ешқандай заты жоқ. Бәрін алып кетті. Осыны зорға таптым, альбомды іздеп жүріп, альбомға жабыстырған екен. Енді оны жоғалып кетеді деп ойлағанымыз жоқ қой. Заманның қиналып отырғанын аңғару қиын емес. Бұл жерде екінші отбасы ма ол сіздің күйеуіңіздің, немесе қалай не болған? Сонда тағы да бір. Біздің күйеуім біреуімен ақ сол. 17-імде қосылған, 54 жыл өмір сүрдік қой. Сіздің күйеуіңіз ерте қайтты ғой деймін да? 4 жыл болды кеткен. Жайшылықта жорамалдаудан алдына жан салмайтын жігіт неге тосылды екен? Қоныс ауыстырған, ауысқаннан соң тағы да оның орыс әйел алды. Арақтан иіс шыққан сияқты, соның қатты араққа құмарланып, күнде сондай өмір кешкен сияқты. Содан кейін мен қолыма алып алдым оларды. Соңғы уақытта бүйтіп бүгіліп жүретін ба, немесе бел сынып келді. Неден? Штраф или шанс? Сен салдырдың ба? Арақ ішеді деген айтты, бел ауырады деген айтты, оның бәрі рас. Электрикама бір щитовым электр жұмыс істеп сондай мен қарым-қатынас болған. Қолынан бәрі келеді, өйткені ол инженер, техник инженер болған. Жасы қара бір әйелмен тұрған сияқты, бір көп уақытта оны көрмеген сияқтысыздар да сіздер оны. Үш ойлаған адам басқанда алуы мүмкін ғой. Өйткені оның қасында біз жүрген жоқпыз, бірақ бұл шындыққа жанасады. Алла субхана тағала Құран кәрімде бірнеше жерде айтты. Яғни ғайыпты білуші жалғыз Алла екендігін Алла субхана Құран кәрімде ескертті. Ұзаққа созылған үнсіздік. Мараттың өмір тарихын тірілткен экстрасенс жоғалған жанның қазіргі жағдайын айтуға асығар емес. Неге?
өлі тіресін білуге бола ма? Тірі ма? Бұл жерде Алматыда бір тұрған жер бар болса, өзінің бір өйткені адам бір жерде тұратын болса, өзінің энергетикасы да қалады да, сонымен бұл жерде Алматыда сондай жер бар болса, ол тұрған. Онда сол жаққа барып келсек, онда сол жерден мүмкін бұл жерде тағы да бұл жағдайдың қосымша бір жағдайлар ашыла ма көрінемін, өйткені бұл жерде енді маңызды болады. Көріпкел маңызды сұрақты жауапсыз қалдырды. Тегін емес. Анамыз екеуміз бір шешімге келдік. Бүгін осы заман бізге ағамыздың не өлі не тірі екенін деп айтып беретін сияқты. Әрбір адам өзінің ұл балалары жақсы екенін, оның болған жағдайлардың бәріне басқа адамдар кесірі бар деп ойлайды әрине. Сондықтан бұл жерде ондай бірақ нақты сондай деп ойламаймын соны. Әрине, оны басып айтқан жоқпын әрине. Әрі қарай көретіндеріңіз Марат табыла ма жоқ па? Тірі ма өлі ма деген момент. Күдікпен күрес. Арнамыздан алыстамаңыздар. Марат соңғы рет осы жерден кеткен көрінеді. Қазір бұл үйде анасы мен 2 бауыры тұрып жатыр. Бұл Мараттың бөлмесі. Экстрасенс ой құшағында. Балауыз шырақтан көз алмай. Иә, болашақты болжағаннан көрі өткен күнді еске түсіру оңай емес. Оны заманнан артық кім түсінер? Біраз қиын, конечно, бұл жерде өткенде қатты өзгерістер болған, өзіңіз айтқандай. Иә, болды. Екі рет өзгеріс болды, 2 рет. Ең соңғы өзгеріс осы. Ең соңғы өзгеріс осы. Жатқан кезде, өткенде осы жерде қараған кезде, терезе болды рас. Жатқан кезде өстіп терезе қарап жататын сияқты, ағаштар. Мына жерде терезе болды рас. Ешқашан туылмайтын сияқты, өйткені етті ағаштарға жақсы көрмейді ма, білмеймін, сондай бір осы картошка жейтін сияқты. Именно почему-то осындай өзінің сүйікті тағамы сондай. Алғашқыдай емес, көріпкел ашыла бастады. Болжамы да дөп түсіп жатқандай. Бірақ Мараттың қазіргі жағдайын анықтауға асықпайды. Негізі өз адаммен аса араласпайтын деп та, өзі біраз айтқанда замкнуты болатын кейбірде. Өзінің ойымен, кейбірде өзін түсінбейтін сезінетін да. Заман бұл жерде қателесті. Себебі Марат ашық мінезді, адамның тілін тез табатын, ақжарқын жан болған. Асықпау керек, өйткені бұл адамның тағдыры. Осы бағана тамақ деп отырмыз, сондай ескі өткен шақты қайтын есіме алып отырмын, жерде осындай информация болған соң. Сол кездерде тамақ ішкен бір ыдысы болған сияқты, осындай бір темір болсын, не болсын, қандай бір ескі ыдысы бар сияқты. Кастрюль ма, чайник па? Соны әкешеңіз. Болған нәрсені және болашақта болатын нәрсені айту шариғатта үлкен күнә. Сонымен әрі қарай көретіндеріңіз, темір ыдыс Мараттың жағдайын біле ала ма? Көріпкелдің бұндай жауабын ешкім күтпеді. Көп уақыт сол без движения тұрмасы. Білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыз. Ақ түсті эмаль ыдыспен бір кездері Маратта ас ішкен. Енді заман су құйылған ыдыс көмегімен Мараттың өлі не тірісін анықтауға тырысып көрмекші. Үй іші мүлгіген тыныштық. Назарымыз экстрасенсте. Міне, заман Марат жайлы шындықты жеткізді. Тірі ма өлі ма деген момент, адам состояниесі ондай көріп тұрғандай состояниесі қатты біраз қиын сияқты да. Жоқ, көріпкел жүрісінен жаңылған жоқ. Мараттың жоғалу себебін анықтау үстінде әлі. Көп уақыт сол без движения тұрған сияқты. И жүрегі де, и басы да ауырады сияқты. Күтпеген жерден заман шындықты жайып салды. Бұл түрі деп айта аламын. Өйткені бұл энергетика тұрғандай адам сырқаттанып жатқан сияқты. Кейбір балгерім айтушы еді, что бұл өлім мен тірінің арасында деп айтушы еді, бірақ бұл нақты тірі бұл адам. Сонымен, көріпкелдің болжамы бойынша Марат өлген жоқ.
өмірде бар. Арақтың кесірінен де состояниесі күннен күнге сөйтіп жаман болып жатқан сияқты. Ендеше тірі болса, оны қалай табуға болады? Айтылмаған ақиқат алда. Заман үй иелерінен еліміздің географиялық картасын әкеліп беруді өтінді. Шырақтың көмегімен хабарсыз кеткен жігіттің мекен жайын анықтамақшы. Шығыс жаққа көшкен, бір кішкентай бір шағын ауыл. Сол ауылдардың арасында іздеу керек. Сол бір военный часть болу керек. Военный частьтер көп емес қой біздің ауылдардың арасында. Талдар тұрған, соның іші жаңадан бірдеңке деген нетіп жатыр. Соғылмады деген 500 деген. Білмеймін, бірдеңке деп атаған қайрат. Воинский часть па ол? Воинский часть ар жағын. Марат қайда жүр? Көңілдегі көп сұраққа жауап берілер сәт. Бұдан бастап мына жерде босаға деп тұр, бірақ оған ұқсамайды. Бұдан бастап бір ауылдың жанында болады бір үлкен ауыл, соның үлкен ауылдың жанында тағы бір артама бір жотама, бір кішкентай жотаның арасында сондай жерде тұр ол. Сулы жер ма, қамыс? Қамыс емес, жазық. Әрі қарай көретіндеріңіз, көріпкел кенеттен үйдің тағы бір құпиясын ашты. Үйдегі ұры кім? Сіз бұндай сұмдықты естіген жоқсыз. Арнамыздан алыстамаңыз. Экстрасенс картасын қолына алып, Мараттың қазіргі өміріне тоқталды. Оның тағдырында бір 5 бала бар. Ол 5 баланы сіз білетін 4-өө шығар. 4-өө. Оның тағы 5-ші бір ұлы бар тағы. Сол елден. Сол екеуі өте өмір сүріп, қазір тұрып жатқан сияқты. Семьясы бар. Арақтың кесірінен де состояниесі күннен күнге сөйтіп жаман болып жатқан сияқты. Тіпті ол сөз арасында жоғалған азаматтың үйге оралар мезгілінде тілге тие кетті. Ондай бір рұқсат болады деп ойламаймын, өйткені келесі жылда бір көктемге, күзге қарай бір хабар болу керек. Иә. Биыл емес. Керемет. Оны сәйер көру керек. Иә, Марат отбасына ашуланып кеткен. Мұны үй иесі де көріпкел де растады. Қырыс болғанда, қырыстың қырсығы. Сонда ол қайтқан кезде ешкім таппасын деген сияқты. Сондай әрине біраз жыл бойы, бір жылдай сөзде тұрған сияқты. Араздық адамды алыстатады. Санасында сәулесі бар жан жақындарын жамандыққа қимас. Ойланар, оралар бір күн. Бүгінгі миссия соңына таяу. Тамаша бір нәрсе естіген. Ол не дейді? Ол үміт үзілмегенді айтады. Бұйырса келесі жылдан бастап енді бұл қыс келе жатыр. Келесі жылдан іздейміз, табамыз деп ойлаймыз. Тапқан кезде сол сүйінші шақырамын деп ойлаймын. Әрине оны ертең тапқысы келеді. Қазір ғана осы съемка біткеннен бастап уже кеткісі келіп тұрған адамдарға әрине қаншама жыл күтіп отырған соң бұл жерде енді мен сезіп тұрғанымша бұл жылы іздеген кезде нәтижесі болмайды. Бағдарлама аяқталған жоқ. Көріпкел үйдегі жұмбақ жағдайды біліп қалды. Терезені сындырып, решеткада болмаған. Бұл жерде адам бір нақты бір уақытын біліп кірген сияқты. Ұрлар үйде, бізбен бірге болыңыздар. Заман бүгінгі келіп бізге көмегін көрсетіп, бауырымыздың бар екенін айтып, жүрегімізге от жағып, үміт бергеніңе мен ризамын. Үй семьямызға ризамын, алғысымды айтамын. Енді айта отырып бір өтінішім бар еді. Осы үйде осы бір бауырым арасында бір ұрлық болып еді осыдан 3 жыл бұрын. Соны маған бір шет жағасын айтып бересің бе? Егер де бұл кекілжіңкі елге айтатын болсам, ұят болады. Сол ортамызда қалсын деп бір көмек сұраймын. Болады ма? Жақсы, әрине. Онда қазір қараймын онда. Иә, заман оқиғаның себебін сұрамастан келесі бөлмеге бет алды. Ғайып хабаршысы нені сезді екен? Қызық. Бұл жерде үйде ешкім болмаған, өйткені тура нақты кім болмайтын кезін нақтылап белгілеп отырған адам. Так, бұл жерде шкаф болу керек негізі.
Жоқ, бұл жерде емес, шкаф. Нақты мына жерде. Мүмкін емес, может, мына жақта емес. Осы шкафта. Осы шкаф? Өйткені адам келгенде, уже нақты қарамағанда қай жерде барады. Осы нақты мына жағынан ашқан сияқты. Бұл жерде сіздің де бір моментіңіз бар, өйткені ошибка, өйткені мына жерде ақша бір жай өзі жатқан сияқты, сейфте ештеңке жоқ, арыш салып, уже ақша жатқан сияқты. Бірақ ол кезде ақшаны бір киімдердің арасына салған сияқты. Мәселе шалбарым болған, соған салған едім. Шалбарым сол бар ма екен? Мен осы шалбар қойдым. Осының астына сала қойдым, бұл. Осы сал. Көктеп, иә. Киімді де тастай қойдым, бұл. Осы киімдермен жатты, бұл былай жатқан жоқ, астында жатты. Осыдан 3 жыл бұрын осы үйде $5700 мен 3 миллион теңгесін ұрлатқан Ғабит әлі күнге ұрыны анықтай алмай келеді. Үйде тонаған кім? Сұраққа жауап беретін сәт жақындады. Ақшаны алып, тағы да бір жерден бір аппаратура алған еді да, одан үлгермей, өйткені тағы да екі адам болған сияқты. Негізі өйткені біреу сыртта күтіп тұрған, забор жақтан шақырған уже. Өйткені ол кезде буквально бір жарты сағаттың ішінде болған нәрсе. Өйткені бір адам кеткен, сестраңыз ғой деймін. Менің мына жерде, ескі сол лаптопым осы қалып қалды. Осы ұрланбай қалды. Осы ноутбукты, өйткені осы ноутбук ұрланбай қалды. Әзірше заманның сөзі айына қатесіз. Айтатын ол таныс адам. Әрі қарай көретіндеріңіз ұры алыста емес, үй ішінде. Кім ол? Аздан соң анықтаймыз. Күдікпен күрес жалғасуда. Көріпкел не айтар екен? Мүмкін сіздің ойыңызда жүрген мүмкін суреттері бар, сізде подозреваниялар бар, солың арасында бар. Кәс. Зама! Суреті бере қойшы, кімдерден берші маған. Кәс суретті. Суретті. Бұл енді камераға айтпай қойық, оны оңаша айтсақ, өйткені оны дұрыс емес болады деп ойлаймын оны негізі. Заманның өтінішімен шығармашылық топ сыртқа беттеді. Бірақ бақылауды тоқтатқан жоқ. Сол кезде өзінің қарыздары болған ба, мен сияқты постоянно сөйтіп ондай адамда жүретін. Ұрлайтын ба, ол орлық, ол біріншіден емес, бірінші мәрте емес. Семерка вижу, там 5700 доллар. Доллармен тұрғаны. Теңгемен 3 миллионнан 1700 алсам, 1700 алсам, как раз оны сөйлесіп ашам. Бұны қайсысы кетеді? Осы кетті ойымды. Осы деп айта аламын, нақты иә. Өйткені бағана айттым, бойы біраз ұзыншау екен, біраз арықтау и біраз сутулица. Енді осы ойым баған осы ғой міне. Осы мынау екен ғой Ғабит міне. Біліп едім осы екен. Не істейміз енді? Құдай-ай. Қарашы. Иә, бір өкініш, бір үміт. Әуре сарсаңға салған мың сұраққа жауап табылғандай бүгін. Бірақ бұл жай ғана болжам екенін ұмытпаған абзал. Кім білген? Мүмкін бәрі басқаша шығар. Адамның айтқаны адастырат кейде. Себебі тылсым тағдыр өз дегенін жасайды. Солай. Әрине жазалау керек. Бірақ оны енді қалай дәлелдейтінін білмеймін. Енді егер де өзі келіп осындай кешірім сұраса, осындай жағдай болды, өзінің жағдайын түсіндірсе, мүмкін енді әрине сондай жағдай болса да енді оны ұрлық жасау енді ешқалай оны ақтап алмайды әрине. Бірақ та өзі келіп оны ақталып кешірім сұраса, әрине ол өзінің сол күнәсынан айырыла алады әрине. Әлі қолым ұстамайынша әлі 81 ойда жүреміз ғой, қарағым, не қыламыз енді. Бәріне төземін, бәрін көремін. Көр деген Алланы көреміз енді, қарағым. Пешене маңдайға жазылғанымен өмірді адамның өзі жасайды. Шындығы сол, бақ пен сор, мұң мен күлкі, уайым мен шаттықты тоғыстырған тағдыр мәзірінің тізімі ешқашан өзгермейді. Таңдау жасау өз еркіңізде. Бұл ақиқат, ал ақиқат
айтылмай қалмайды.